Саламатсыздар ма, 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы мәтін және сөйлем. Балалар, бүгінгі сабақта мәтін және сөйлем тақырыбында тапсырмалар орындаймыз. Оқулықтағы 98-ші бетте 121-ші сабақ 9-ші жаттығуда берілген мәтінді мұқият түсініп оқыңыздар. Мәтінді оқып болған соң, мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар жазыңыздар. Мәтіннен ұзын сары сөзі нені білдіреді? Тауып, жауабын жазыңыздар. Және оқыған мәтінге ат қойыңыздар. Келесі тапсырма: сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жазыңыздар. Және мәтіндегі жайылма сөйлемдерді жалаң сөйлемдерге айналдырып жазамыз. Ол үшін алдыңғы сабақтарда өткен жалаң сөйлем мен жайылма сөйлем ережесін естеріңізге түсіріңіздер. Жалаң сөйлем бастауыш пен баяндауыштан, яғни тұрлаулы мүшелерден жасалады. Жайылма сөйлем бастауыш пен баяндауыштан бөлек тұрлаусыз мүшелерде бірге жасалатын сөйлем. Яғни жайылма сөйлемнің ішінде тұрлаулы мүшеден басқа толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш болады. Келесі тапсырма: сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдаңыздар. Сөйлем мүшелерін сұрақ қою арқылы анықтаңыздар. Және тиісті белгісімен сөйлем мүшелерінің астын сызыңыздар. Келесі тапсырма: балалар, қазақтың ұлттық тағамдарының бірі наурыз көжеге қосылатын тағам түрлерін ғаламтордан немесе аналарыңыз бен әжелеріңізден сұрап, кестені толтырыңыздар. Наурыз көженің қалай жасалатыны жөнінде мәліметтер жинаңыздар. Келесі тапсырма шығармашылық тапсырма. Суреттегі зат атауларының алғашқы әрпін төркөзге жазыңыздар. Қандай сөз шықты? Ол туралы өз ойларыңызды айтуға дайындалыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.